Саламатсыздар, білім алушылар. Анатомия, спорттық морфология негіздері пәні бойынша 9-шы дәріс. Дәріс тақырыбы: жүйке жүйесі, жалпы шолу, оның ағзасының әрекет тіршілігін ықпал етуі, орталық және вегетативтік жүйке жүйесі. Дәріс жоспары. Бірінші сұрақ: жүйке жүйесіне жалпы сипаттама. Екінші: ми және ми бөлімдері. Үшінші: жұлынның құрылысы мен қызметі. Төртінші: спортшылардың жаттығу процесіндегі жүйке жүйесінің жағдайы. Дәрістің мақсаты: білім алушыларды адамның жүйке жүйесінің негізгі бөлімдерімен, оның қызметтерімен және тіршілік процестерін реттеуге әсерін таныстыру. Орталық және вегетативтік жүйке жүйесіне, олардың құрылымына, өзара әрекеттесуіне және ағзаның гемостазын қамтамасыз етудегі қызметтерін анықтау. Жоспар бойынша бірінші сұрақ: жүйке жүйесіне жалпы сипаттама. Жүйке жүйесі адам ағзасының қоршаған ортаға бейімделуін реттейтін жүйе. Жүйке жүйесін зерттейтін морфологияның бөлімін нейрология жүйесі деп атайды. Жүйке жүйесі орналасу орнына қарай екі топқа бөлінеді. Бұл орталық жүйке жүйесі ми мен жұлыннан тұрады. Шекті жүйке жүйесі ми мен жұлыннан шығатын жүйкелері, жүйке түйіндері және жүйке ұштары. Жүйке жүйесі атқаратын қызметіне қарай екі топқа бөлінеді: соматикалық жүйке жүйесі және вегетативті жүйке жүйесі. Соматикалық жүйке жүйесі бұл қаңқа мен бұлшық еттерін басқаратын, адамның еркіне бағынатын жүйке жүйесі. Ал вегетативті автономды жүйке жүйесі ішкі мүшелерді басқарады, адам еркіне бағынбайды. Яғни олардың өзі екіге бөлінеді: симпатикалық және парасимпатикалық. Бұл дегеніміз, яғни симпатикалық жүйке жүйесі, бұл мысалы келтіретін болса, қан тамырларын тарылтады, симпатикалық жүйке жүйесі. Сондай-ақ көз қарашығын ұлғайтады, жылу беруді жоғарылатады, жүректің жиырылу мөлшерін арттырады. Ал парасимпатикалық болса, бұған қарама-қарсы, мысалы үшін көз тамырларын кеңейтеді, қан тамырларын кеңейтеді, көз қарашығын кішірейтеді, жылу беруді төмендетеді, жүректің іс-әрекетін ретке келтіреді. Жүйке жүйесінің ең кіші бірлігі бұл нейрон. Нейронның құрылысы мен қызметі. Жүйке жасушалары мен нейрондар жүйке ұлпасының негізгі морфологиялық және қызметтік құрылымдық бөлігі. Нейрондар жүйке жүйесінің ақ және сұр затын құрайды. Сұр заты дендрит пен нейрон денесінен құралған. Ал ақ заты аксондар шоғырынан пайда болады. Миелин аксон сыртын қаптап тұратын қабат. Жалпы жүйке жүйесі нейрондардың құрылысы мен атқаратын қызметіне қарай нейрондар үш түрлі болады. Біріншісі сезгіш нейрондар. Бұлар рецепторлар қызметін атқарып, қозуды, яғни сырттан келген қозуды ішкі мүшелерінен орталық жүйке жүйесіне жеткізеді, яғни афференттік қызмет атқарады. Екінші, байланыстырғыш. Бұл қозуды сезгіш нейрондардан қозғалтқыш нейрондарға өткізеді. Үшіншісі, қозғалтқыш нейрондар. Қозуды орталық жүйке жүйесінен бұлшықеттер мен жұмыс мүшелеріне жеткізеді, яғни олар эффекторлар. Жоспар бойынша екінші сұрақ: ми және ми бөлімдері. Ми адамда мінез-құлыққа жауапты орталық жүйке жүйесінің меңгеру торабы. Ми бас сүйегінің қуысында орналасқан. Мидың орташа салмағы шамамен 1300-1400 грамм. Салмағы бұл көрсетілгеннен көбірек болатын адамдар да бар. Мидың ағзаты ішінде сұр заты сыртында орналасқан. Адамның дарындылығы мен ақылдылығы мидың салмағына байланысты емес. Ми 20 жасқа дейін дамып өседі. Оны бұлшықеттер тәрізді жаттықтыруға болады. Ойлау жүктемесі оқу арқылы үнемі жетілдіру нәтижесінде нейрондар жүктемесі өседі,
және қысқа өсінділері көбірек қалыптасады. Сөйтіп олар тармақтала түседі. Тұрақты шұғылдану нәтижесінде есте сақтау, назар аудару, ойлау, көз алдында елестету және басқа да жоғарғы жүйке қызметінің үдерістері жетіле түседі. Ми мынадай бөлімдерден тұрады, яғни 5 бөліктен және үлкен ми сыңырларынан тұрады. Ол 5 бөлігі сопақша ми, ми көпірі, мишық, ортаңғы ми және аралық ми. Мұндағы үлкен ми сыңырларының қызметтеріне тоқталатын болсақ, үлкен ми сыңырлары жоғары жүйке қызметіне жауапты. Сыртқы көрінісі қыртыстар, иірімдер, жүлгелерден тұрады. Ми сыңырлары іші ми сұйықтығына толы екі қуыс ми қарыншаларынан тұрады. Ол сұйықтық ұсақ қантамырлармен қосылып, жүйке жүйесіндегі зат алмасуды қамтамасыз етеді, жүйке жасушаларын қорғайды. Мидан 12 жұп жүйке талшығы тарайды. Оның алдыңғы екі үлкен ми сыңарларынан қалған 10 жұбы мидың басқа бөлімдерінің сұр затынан басталады. Ол жүйкелер ес сезу, көру, есту, көзді қозғалту және басқа да қызметтерді атқарады. Әрбір ми сыңары сұр және ақ заттан тұрады. Сыртындағы сұр заты ми қыртысын түзеді. Қыртыста 14 миллиардтан астам нейрондар болады. Қыртыс ми сыңарларының сыртын тұтас жауып тұрады. Ми қыртысының қалыңдығы шамамен 2-3 миллиметр. Ондағы жүйке жасушаларының пішіндері мен мөлшері әртүрлі. Ми қыртысында мүшелерден қозуды қабылдайтын, қимылды реттейтін, сезгіш және қозғалқыш жасушалар болады. Суретте көрсетілгендей, үлкен ми сыңарлары 4 бөліктен тұрады. Маңдай бөлігі ойлау, мінез-құлық, зейін, қиялдау, сөйлеу, қимыл қозғалысты басқарады. Ал төбе бөлігі бұл бұлшықет сезім талдығына жауап береді. Шүйде бөлігі бұл көру орталығы, самай бөлігі есту орталығы. Ал шүйде мен самайдың шетінде ес, дәм сезу орталықтары бар. Яғни осы үлкен ми сыңарлары аймақтарында сырттан келген ақпараттарды талдау орталықтары орналасқан. Мидың бөлімдері, яғни 5 бөлімнен тұрады және оның қызметтері. Сопақша ми орналасу орны бұл сопақша болып келеді, яғни мидың соңғы бөлімі одан ары қарай жұлын жалғасып кетеді. Онда жүрек жұмысының реттеу, тыныс алу орталығы, ас қорыту рефлексі, қорғаныш рефлекстерінің орталықтары орналасқан. Ортаңғы мида бұлшықет тынысы, көз қарашығын реттеу, жарық пен дыбысқа елеңдеу орталықтары орналасқан. Ми көпірі сілекей, жас бездері мен шайнау, ымдау, бұлшықеттер орталығы орналасады. Сондай-ақ төменде орналасқан бөлімдерден қозу қабылдайды. Аралық ми, дене температурасы, зат алмасу, қан қысымы, дәрі шығару, зат алмасу, ұйқы және сергектік көңіл-күй орталықтары орналасқан. Мишықта тепе-теңдік, бұлшықет қозғалысы және үйлесімді қимыл әрекеттерін басқаратын орталықтар аймағы. Келесі үшінші жұлынның құрылысы мен қызметі. Жұлын бұл адам мен омыртқалы жануарлардың омыртқа жотасының ішінде орналасқан орталық жүйке жүйесінің бір бөлігі. Ересек адамда жалпы ұзындығы 42-45 сантиметр, салмағы 34-38 грамм, қалыңдығы 1 сантиметр дейін. Жұлын омыртқа жотасында орналасқан жоғарғы шеті сопақша мимен жалғасып жатады. Адамда мойын омыртқасының жоғарғы тұсынан басталып, бірінші, екінші бел омыртқасына дейін жетеді. Яғни омыртқалардың орналасу орнына қарай, соның ішкі ортасында толықтай омыртқалардың орналасу орнына қарай ішкі ортасында жұлын орналасады. Яғни мұнда жеті мойын,
12 кеуде, 5 бел, 5-8 көз және 3-4 құйымшақ болаттарынан сегменттер, яғни жұлын талшықтары шығады. Жұлынның ортасын бойлай жатқан сұйықтық толы өзек сұр заттан тұрады. Сұр затты көлденең қимасын N әрпіне немесе көбелектің қанат жайған пішініне елестетуге болады. Сұр заттың сыртында ақ заты болады. Бұлар жүйке талшықтарын түзеді. Жүйке талшықтары орталық жүйке жүйесіне баратын және одан шығатын импульстерді өткізеді. Жұлын негізінен рефлекторлық және өткізгіштік қызмет атқарады. Жұлынның шеткі, жалпы жүйке жүйесінің шеткі жүйке талшықтары, бұлар жалпы жүйке жүйесін орталық және шеткі жүйе деп бөлді. Яғни орталыққа ми мен жұлын жатады, ал шеткіге экранда көріп тұрғандарыңыздай жұлын жүйкелері, жұлын түйіндері, жүйке ұштары жатады. Бұлар ми мен орталық жүйке жүйесі ми мен жұлыннан шыққан талшықтардан қызметі. Яғни жұлын жүйкелері. Бұл суретте көрсетілгендей, яғни жұлыннан шығатын жүйке талшықтарынан құралған. Жұп жұлын жүйкелері адам жұлынның алдыңғы қозғалтқыш жүйке талшықтарынан құралған және артқы сезімтал жүйке талшықтарынан құралған жұлын түйіндерінің қосылуында пайда болып, омыртқа өзегінен оң және сол омыртқа аралық тесіктері арқылы шығады. Ал енді жүйке түйіндері жұлынның жоғарғы түбіршігі бойында орналасқан сезімтал нейроциттерден құралған түйіндер. Сезімтал нейроцит дендриттер терідегі сезімтал жүйке ұштарына басталып, сезімтал жүйке ұштарын құрайды. Жүйке ұштары. Жүйке талшықтарының соңғы ұштары. Жүйке ұштары рецепторларға тітіркеністі қабылдайды. Соңғы құрылым және эффекторларға жүйке толқындарының орындаушы жұмысшы мүшелерге, бұлшықеттерге, бездерге жеткізетін аппарат бөлімдерінен тұрады. Келесі, 4-ші соңғы сұрағымыз спортшылардың жаттығу процесіндегі жүйке жүйесінің жағдайы. Спорт ғылымында спортшылардың дайындығы мен бейімделуінде жүйке жүйесі басты рөлді атқарады. Оның жай-күйі, қозғалтқыш белсенділігінің тиімділігін ғана емес, сонымен қатар шаршауға төзімділікті, реакция жылдамдығын, қозғалыстарды үйлестіруді және психоэмоционалды тұрақтылықты анықтайды. Қазіргі заманғы зерттеулер жүйке жүйесінің анатомиясы мен спорттық морфологиясын түсіну мен оқытуға, оның нәтижелерін болжауға мүмкіндік беретінін растайды. Бір мысал келтіріп беретін болсақ, спортшының жүйке жүйесі орталық және шеткі компоненттерді қамтиды. Олардың әрқайсысы жаттығу жүктемесінің әсерінен нақты өзгерістерге ұшырайды. Морфологиялық тұрғыдан мидағы құрылымдық өзгерістер жүйелі жаттығуларға жауап ретінде байқалады. Оның ішінде сұр заты көлемінің ұлғаюы және қозғалыс белсенділігіне жауап беретін аймақтар арасындағы функционалдық байланыстардың жоғарылауы. Яғни бұл ақпараттар Азерзлан және Дуру еңбектерінде 2025, яғни биылғы оқу жылында мақаласында жарияланған. Бұл нейропластикалық өзгерістер спорттың ерекшеліктеріне және жаттығулардың қарқындылығына тікелей байланысты. Сондай-ақ спорттық морфологиясы бойынша дене бұлшықет, буын, жүйке компоненттерін қамтитын кинематикалық тізбектерге бөлінеді. Бір буынның зақымдануы, мысалы тұрақты қысылуы салдарынан жүйкедегі шамадан тыс кернеу спорт жалпы функционалдық жағдайының төмендеуіне алып келеді. Бұл дәлелдемені 2013 жылы Ши бен Юе осылайша әлсіз байланыстарды қадағалау, жеке жаттығулар мен жарақаттардың алдын алуды мақсаттайды.
Келесі дәлелдемеде шеткі жүйке жарақаттары спортта жиі кездеседі. Аяқтың жоғарғы нервтері күресте, гандбол мен футбол сияқты жанасу спорттарында ең осал тұс. Фейнберг және басқа да ғалымдар 2002 жылы анатомиялық осал нүктелер деп және биомеханика туралы білім түзету жаттығуларын, массажды және электрлік нейростимуляцияны қолдана отырып, диагноз қоюға ғана емес, сонымен қатар мұндай жағдайлардың алдын алу мүмкіндіктерін беретіні айқындалған. Қорыта айтқанда, спортшының жүйке жүйесінің жағдайы, оның анатомиялық және морфологиялық ерекшеліктерімен тығыз байланысты. Осы аспектілерді терең түсіну жаттықтырушыларға, дене тәрбиесінің мұғалімдеріне, сондай-ақ спорт дәрігерлеріне жүктемелерді жекешелендіруге, жарақаттардың алдын алуға және дененің бейімделу жағдайын арттыруға мүмкіндік береді. Жоғарғы спорттық жетістіктер жағдайында мұндай көзқарас тиімді денсаулық кепілі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.